Сәлеметсіздер ме, армысыздар? Өз елінің қорғаны, табиғатты сақтауға өз үлесін қосып, жанашырлық танытып жүрген ел азаматы. Мен Боран Сабаев атындағы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Мұрат Жасыл боламын. Бүгін мен таза қала сізден басталады деген тақырыпта өз жобамды ұсынамын. Мақсатым қоршаған ортаны ластанып жатқанын білу, себеп-салдарын анықтау. Тазалық дегеніміз тек қана адамның тұтынатын заттарының тазалығы емес, сонымен қатар қоршаған ортаны таза әрі ұқыпты қолдану болып табылады. Енді оның ең басты мәселесі тазалықты айналамыздан қоқыстарды тазартудан басталады. Қоқыс дегеніміз не? Яғни бұл өндіріс пен жылыну процесінде пайда болатын заттар, немесе адамның қажеттілігінде туындайтын заттар. Адамдар әртүрлі бөтелкелерді, полиэтилен пакеттердің қораптары қоғамдық ортада арнайы жәшікке салмайды. Статистика бойынша, орташа есеппен алғанда, елімізде әрбір адам шамамен 250-350 кг мөлшерде қоқыс шығарады. Бұл бүкіл елге шаққанда шамамен 5 миллион тонна қалдық шығады деген сөз. Бүгінгі таңда Қазақстанда 320 миллион тонна қалдық жиналған. Сонымен қалдықтардың қаупі неде? Яғни олар қоқыс үйінділерін жиналып, уақыт өте келе олар жарамсыз болып қалады. Яғни жер асты, жер үсті мекендейтін жәндіктер, қоректілер, құстар полигонға жиналғанда қалдықтармен қоректеніп инфекцияның таралуына жол береді. Нәтижесінде қоршаған ортаға зиян тигізеді. Олардың құрамында әртүрлі химиялық қоспалар, жағымсыз иістер бөлініп шығып, тіпті онкологиялық аурулық басталуына себепші болады. Таза қала сізден басталады демекші, мен өз достарымды ертіп ауылымыздың аймағын тазалап шықтым. Лақтырылған қоқыстарды көріп, оларға екінші өмір сыйлауға болатынын түсіндім. Мысалы, адамдар күнде ішетін су, шырын бөтелкелерінен әртүрлі бұйымдар жасауға болады. Қалдық толық ыдырап болғанша көп уақыт керек екені бәрімізге мәлім. Осы периодта табиғат пен адам көп зардап шегуі ықтимал. Толық айта кететін болсам, табиғат таза қалпында қалу үшін қоқысты жинау және қоқысты сұраптау жасау керек. Егер болашақ ұрпақ қоқыс түрлерінен ажыратуды үйреніп, одан экологиялық мәселе азаяды деп сенемін. Енді осындай ғылымдық масштабтағы мәселеге мен қалай көмектесе аламын? Осы жайында сіздердің назарларыңызға мен өзімнің ережелерімді ұсынамын. Ең алғаш ереже қоқыс. Тек қоқыс жәшіктеріне салынудан басталады. Әр уақыт үнемшіл, ұқыпты болу керек. Егер сіз дүкенге барсаңыз, заталарда дүкенші ылғи өз пакеттерін сату үшін бір рет қолданылатын пакет ұсынады. Оның орнына өзіңізбен бірге қосымша алғаныңыз дұрысырақ болады. Бір реттік ыдыстар. Біздің қоғамда бұндай көп. Мысалы, жыл сайын көктем мезгілінде барлық адамдар көгалға шығады. Осындай демалыста бір реттік ыдыстар көптен қолданылады. Осындай ыдысты қолданудан бас тартыңыз. Осы ережелерді толық ұстасақ, бұл қоғамымызға үлкен көмек болары сөзсіз.